Араб Эмираттарында тұратын кәсіпкер Абдулла Әл-Шахи ауа райының өзгеруінен туған жерінің климаты зардап шегіп жатқанын көріп, Антарктидадан айсберг әкелуге шешім қабылдады. Айсбергті Антарктидадағы Хьорд аралынан 8000 километр сүйреп Оман шығанағына келеді. Бұл жоспарды іске асыру үшін 80 миллиондай қаражат және 10 ай уақыт жұмсалады. Әкелінетін айсбергтің ұзындығы 2 километр. Мамандар айсберг Араб еліне жеткенше 30% суын жоғалтады деп есептеп отыр. Қалған 70% су 1 миллион адамды 5 жылға тұщы сумен қамтамасыз етуге жетеді дейді. Бірінші рет бұл жоспар 1975 жылы іске асырмақшы болған, бірақ техникалық қиындықтардан әкеле алмады. Ендігі жоспар бойынша Абдулла Әл-Шахи 2025 жылы айсбергті әкелуге бел буды. Абдулланың айтуынша, айсбергті әкелу теңізден тұщы су өңдеуден арзанға шығады. Жоспары сәтті өтіп, адамдар тұщы сумен қамтамасыз етілуіне сәттілік тілейік.